Пойыздың келетіні жайлы станция тұрғындарына бір апта бұрын хабарланады екен. Халық қаптап келсе де зарығып кезекте тұру деген жоқ. 4 вагоннан тұратын пойызда 17 кабинет бар. Барлығы да заманауи құрылғылармен толық жабдықталған. Жылдам әрі сапалы қызмет көрсетіледі. Қарапайым мысал, ауруханаларда қан тапсырып қорытындысын бір күн күтсеңіз, мына жерде демантикалық анализатор 3 минуттың ішінде нәтижесін шығарып, диагноз қойылады. Ең бастысы, жылжымалы аурухана жалпы халық денсаулығының деңгейін анықтап, көптеген аурулардың алдын алуға септігін тигізеді. Ер адамдарда ең көп кездесетін ауру түрі бұл бауыр және өттің ісінуі. Бұл балаларда да кездесуде. Сонымен қатар бүйректе тастың пайда болуы бар. Бұл аймақтағы ауызсу сапасының төмендігінен. Ал әйел адамдардың 50%-дан астамында сүт безінің қабынуы байқалады. Елбасы жолдауында айтылған онкологиялық ауруларға ерекше назар аудару керектігін дәрігерлер қолдап отыр. Ал осынау жобаның әрі қарай жалғасын тауып, халыққа қолжетімді медициналық көмек көрсетуі халық денсаулығын нығайтуға зор септігін тигізер анық. Оны халықтың білдіріп жатқан жылы лебізінен де байқауға болады. Бүгін біраз медициналық сараптамадан өтіп шықтым. Бұл бізге көп пайдалы. Жан жағынан. Мінекей, бірінші мәселе менің өзім өттім, хирургиядан өттім, терапевттен өттім. Міне қазір өтейін деп тұрмын УЗИ-ден. Көп пайда кеңес алдық. Мұндай пойыздар бізге жылма-жыл келіп тұруына мен тілектеспін, халықта тілектес. Екінші Көкшетау поселкесінің халықтары бұған дән риза. Пойызда теміржол ауруханаларының жоғары санат дәрігерлер қызмет көрсетуде. Олар сапарларын 16 қаңтарда бастаған. Сол аралықта 11 станцияға тоқтап, 2532 адамға 9522 қабылдау көрсетіп үлгерген. Олардың ендігі бағыты аймақ станциясы. Сапардың соңғы күні 11 ақпанда Қарағанды қаласында аяқталады. Ернұр Нұрғалиев, Виктор Полянный, ақпараттар қызметі.